Сәлем достар, сіздермен бірге болған кино айтушы. Оңтүстік кореялық түрменің өзіндік ерекшелігі бар. Сотталушылар соңғы кездері төбелесті көп шығаратын болды. Екі банданың көшбасшылары Гадюка лақабатымен белгілі Чун Хун мен Тигр лақабатымен белгілі Тэ Хо үнемі қақтығысады. Олар бостандықта жүргенде де жауласып жүрген. Енді олардың бәсекелестігі түрменің ішіне ауысты. Бұл түрме бастығының бас ауруына айналды. Тигр мен Гадюка әр мүмкіндікті пайдаланып бір-бірін өлтіруге тырысты. Олардың жанжалдары әлсіз және мейірімді мінезді күзет бастығы Ли Хеменнің тыныш өміріне кедергі жасады. Ол жұмысты жоғарылауды армандаған, бірақ түрме тәртіпсіздіктері оның жоспарына кедергі келтірді. Бұл уақытта Тигр мен Гадюка түрме ауласына оралып, кімнің мықты екенін анықтауға кірісті. Олар алдымен өз бандаларының көлемімен мақтанып, бірақ бұл еш нәтиже бермейтінін түсініп төбелесе бастады. Әрқайсысы бір адамнан төбелеске шығарды. Біріншісі жеңілгенде, оның орнына келесісі шықты. Бірақ кейін жаппай төбелес бастала жаздап, күзетшілер араласуға мәжбүр болды. Хемен жаза ретінде оның қызбен кездесу мүмкіндігінен айырмақ. Бірақ Тигр бастығына бұл туралы ұмыту үшін пара ұсынды. Тигр қызымен бөлмеде кездесу өткізгенде, Хемен камера арқылы оларды ерекше қызығушылықпен аңдиды. Ол арнайы бөлмеге жасырын камера орнатып қойған, оларды аңду үшін. Көп ұзамай түрмеге Ли Дэ Сик есімді жаңа сотталушы келінді. Ол бәрі қорқатын аңызға айналған гангстер еді. Оны жеке камераға орналастырғасын. Түрме директоры оған жеке сыйлықтармен келеді. Ол тешіктен екі жауласқан банданы татуластырып, тәртіп орнатуды сұрады. Оның орнына ол тешікке қамқорлық көрсетіп, оның түрмедегі өмірін курорттағы демалысқа айналдыратынын уәде етті. Тигр тешікті жақсы таниды. Ол бір қызды қорғап, бірнеше бандиттерді тепкілегенін, қалай жалғыз өзі көптеген бандитке қарсы шыққанын өз көзімен көрген. Тигр мұндай қауіпті адаммен жанжалдасуды қаламайды, сондықтан өз адамдарынан тешікке құрметпен қарауды бұйырды. Ол серуенге шыққанда екі банданың басшылары оған бағынуға ант берді. Үлкен бастық олардың ұсынысын қабыл алып, бұдан былай жауласпауды бұйырды. Тигр мен Гадюка бір-бірінің қолын қысып татуласты. Сол күннен бастап түрмедегі өмір жұмаққа айналды. Тешік өз еңбектері үшін уәде етілген бонустарын алып отырды. Біраз уақыттан кейін тешікті жеке камерадан жалпы камераға ауыстырды. Осыдан кейін түрме басшысы жаңа орынға ауысатыны жайлы белгілі болды. Ол әртістерді шақырып, барлығына тәттілер таратты. Оның орнына Джо Янха есімді қатал ер адам келді. Ол кірген бетте өзінің ережелерін орната бастады. Алдыңғы басшы түрмеде тәртіпті тешіктің көмегімен орнатқанын білгенде, ол ашуланды. Ол мұнда әдейі тешікті іздеп келген екен. Оның бұйрығымен Хемен сотталушыларды соққыға жыға бастады. Ол оларды ауланы өсімдіктерден тазартуға жібереді, ал келіспегендерді ұрды. Тигр мен Гадюка үлкен бастықтан кеңес сұрайды. Тешік оларға сабырлық танытып күте тұруды ұсынды. Олардың тарапынан ешқандай әрекет болмады. Барлығы аулада болған кезде директор олардың камераларын тінтуді бұйырады. Ол бөлмелерден тыйым салынған әйелдер журналы, темекі секілді заттарды тауып алды. Янха тешікті ұстап, оның түрмедегі мерзімін ұзартуды көздеді. Бірақ сотталушылар директор қалағандай барлық заттардың тешікке тиесілі екенін мойындамады. Бұл директордың ашуын келтіріп, ол сотталушылардың түрмедегі өмірін қиындата бастады. Ол тешікті қайтадан жеке камераға ауыстырды. Осы сәтте түрме бастығының неге тешікке өшігіп алғаны белгілі болды. Бірнеше жыл бұрын Ынхоның ерке ұлы достармен демалуға кафеге келеді. Олармен бірге бірнеше қыз болған, және сондағы қыздардың бірі ішуден бас тартады. Бұл байдың баласының ашуын келтіріп, ол қыздың басынан бөтелкемен ұрып, сонда жұмыс істейтін тешік араласуға мәжбүр болды. Байдың баласы бөтелкені сындырып оларға шабуылдамақ болған, алайда соңында өз қолынан мерт болды. Оның өліміне тешікті айыптап, оны түрмеге қамады. Енді ол тешіктің өмірін бұзуды көздейді, өйткені ұлының өліміне тешікті кінәлайды. Сондықтан ол тешікті ұруға бұйрық береді. Осыдан кейін Янхо Хеменге өзінің жоспарын айтады. Ол Тигрға тешікке қарсы куәлік етуді ұсынады. Алайда Тигр бас тартты, өйткені мұны өзінің абыройына лайық емес деп санайды. Олар куәгерлік ететін басқа адамды тауып, оны соққыға жығады. Нашақор олардың айтқанын істеуге келісіп, олар камерадан табылған тыйым салынған заттардың тешікке тиесілі екенін растайтын құжатқа қол қоюды ұсынады. Нашақор барлығын олар айтқандай істеді. Біраз уақыттан кейін тешіктің әйелі дәл сол түрме бастығының ұлының өліміне себеп болған қыз келді.
Ян Хо оны бірден танып оған ұйықтататын дәрі қосылған кофе береді. Қыз бір жұтым ішіп есінен танып қалады, ал Джан Хо оның кеудесін суретке түсіре бастайды. Кейін Тешик кіріп әйелінің ес-түссіз жатқанын көреді. Джан Хо қызды құлдыққа сатамын деп қорқытады. Тешик ашуға булығады, бірақ оны дереу дубинканың көмегімен тыныштандырады. Бұдан кейін ол Чхун Хунды өз кабинетіне шақырады. Оның оған деген бір ұсынысы бар. Егер ол Тешикті жоюға көмектессе, олар оны шартты түрде түрмеден босатуға дайын. Оның анасы сыртта қатты науқас, сондықтан ол өз келісімін береді. Бұл уақытта Тешик түрмеден қашуды жоспарлай бастайды. Оның камерасына қарама-қарсы жақта ұзақ уақыт бойы түрмеде отырған сотталушы бар. Тешик оған қашу ниеті туралы айтқанда, жаңа танысы оған өзінің жоспарын айтады. Олар күзетшіні залалсыздандырады. Тешик күзетшінің формасын киіп аулаға шығады. Оған тигр мен оның адамдары көмектесіп, Тешик сыртқа байқатпай шыға алды. Ол әйелінің суретін көрсетіп, оны іздей бастады. Сотталушының қашқанын білген Химен жедел жасақты жинайды. Бірақ түрме бастығы оған ештеңе істемеуді бұйырады. Жақында үлкен бастық күтпеген тексеріспен келуі керек. Егер ол тұтқынның қашып кеткенін білсе, оларға сөгіс беруі мүмкін. Директордың қосымша жоспары бар. Ол Тешиктің қашатынын алдын ала білген. Сол үшін де оның әйелін ұрлаған екен. Осы мақсатта ол Чхун Хунды босатқан. Ол Тешиктің көзін құрту үшін. Бұл уақытта Тешик жақында босатылған Чхун Хунды іздеп баруға шешім қабылдайды. Бұл бандит түрме бастығы оның әйелін қайда жасырғанын білуі керек. Ол босатылуын тойлап, барлық өзінің адамдарын жинаған еді. Тешикке олармен жекпе-жекке шығуға тура келді. Оның қолынан әбден таяқ жеген бандиттер оған Чхун Хунның қайда екенін айтуға келіседі. Ол көрсетілген мекен жайға жеткенде өзінің әйелін көреді. Ол дүкеннің витринасында тұр екен, тірі тауар секілді. Чхун Хун түрме директорына жұмыс істеуге жайдан жай келіспегенін түсіндірмекші болады. Ол өзінің ауыр науқас анасын айтады. Ол сондай-ақ Тешиктің әйелімен қамқор болуға уәде береді. Бірақ Тешик оны тыңдамай, ұруын жалғастырады. Чхун Хун қарсыласын пышақпен ұруға мәжбүр болады. Осыдан кейін Тешик әйелін алып қашады. Жолда олар бөлініп кетеді, ал Чхун Хун оны қуып жетеді. Олар қайтадан төбелесе бастайды, және осы жолы Тешик Чхун Хунды бүйірінен пышақтайды. Әлсіреген қарсыластар жерге құлап, Чхун Хун түрме директорына қатысты ақпараттарды таныс журналисіне айтып бергенін айтады. Осыдан кейін олар түрмеге қайта оралады. Ян Хо мен оның бастығы кабинетте отырғанда, журналистер қашып кеткен тұтқын жайлы сұрап кіріп келеді. Бастық ашуланып, оның ұялы телефонын тартып алады. Ол галереядан жартылай жалаңаш қыздың суреттерін көріп ашуына мінеді. Осылай оның заңсыз әрекеттері анықталып, оны тұтқындау туралы шешім қабылданды. Оны алып кеткеннен кейін жаңа директор болып Химен тағайындалады. Сол күннен бастап бәрі бұрынғы қалпына келеді. Чхун Хун мен Тешик түрмеге оралады, ал тұтқындардың өмірі бұрынғы қалпына қайта оралды. Осы жерден фильмде аяқталды. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.